Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге үй жағдайындағы екі ғана заттан жасалатын өте керемет дәмді болып шығатын сгущенка жасап көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар, себебі өзімнің құпия рецептімен бөлісемін. Үйден жасап көруге кеңес беремін. Магазиннің сгущенкасына қарағанда үйдің сгущенкасы әлдеқайда пайдалы әрі дәмді болып шығады. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар ол 1 литр сүт және 1 стакан қант. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, менде сүт үйдің сүті. Сүт міндетті түрде шикі, жаңағы піспеген болуы керек. Магазиннің сүті де жарай береді, егер сіздерде домашний жаңағы үйдің сүті болмаса. Енді сүтімізді табамызға құямыз. Үстінен 1 стакан қантымызды салып, жақсылап 1 рет араластырып, газ пешімізге қосамыз. Газ пештің астын қаттыға қоямыз, себебі сүт қайнауы керек. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай сүтіміз қайнады. Енді сүтіміз қайнап болғаннан кейін газымыздың астын баяуырақ қылып қойып, жай отта қайнатып аламыз. Қайта-қайта араластырып тұруды міндетті түрде ұмытпаңыздар. Жай отта қайнауы керек, сүт пен қантымыз жақсылап еру керек, қатты қайнамауы керек. Себебі біздің сгущенкамыз міне видеода көріп тұрғандай осындай сары түсті болуы керек. Бізде мына жерде оң жағымызда жай ғана сүт және қайнаған сгущенкамыздың сүті. Екеуінің разницасын көріп тұрған шығарсыздар. Қайнаған сгущенкамыздың сүті сарылау болады. Сүтіміз қайнаған уақыттан бастап 20 минут баяу отта түбін араластыру арқылы тұруы керек. Сгущенкамыз қайнап болғаннан кейін банкамызға ыстық күйінде құйып, аузын жауып, морозильникке немесе 4 сағатқа қойсаңыздар болады, немесе бір түнге холодильникке аузын жауып қойсаңыздар болады. Сгущенкамыз сұйық болып қалды деп уайымдамаңыздар, себебі суығаннан кейін видеода көріп тұрғандай сгущенкамыз қоюланады. Суығаннан кейін бетінде қаймақ немесе ерімеген қантты байқасаңыз, блендердің көмегімен сақтап ертіп жіберуге болады. Сіздермен бірге болған Жанат. Менің осы рецептіме жасап көруге міндетті түрде кеңес беремін. Тура магазиннің сгущенка сияқты болып шығады. Менің каналыма міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.